Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Ақпан айында ауа райы қандай болады? Ақпан айында республиканың басым бөлігінде орташа айлық ауа температурасы нормадан 1-2 градусқа жоғары болады. Ақпан айында ауа райы қандай болады? Қазгидромет РМК ақпан айына арналған ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды Түркістан.кз. Синоптиктердің мәліметінше ақпан айында республиканың басым бөлігінде орташа айлық ауа температурасы нормадан 1-2 градус жоғары. Шығыс Қазақстан облысында, Алматы мен Жетісу облыстарының оңтүстік шығыс жартысында, Түркістан, Жамбыл және Абай облыстарының тау және тау бөктеріндегі аудандарында норма шамасында болады деп күтілуде. Ақпан айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде климаттық норма шамасында. Атырау облысында, Қостанай облысының солтүстік жартысында, еліміздің оңтүстік және оңтүстік шығыс өңірлерінің тау және тау бөктеріндегі аудандарында нормадан көп болады деп болжануда делінген хабарламада. Республиканың солтүстік жартысында жауын-шашын көбінесе қар түрінде, оңтүстік жартысында жаңбыр, қар аралас жаңбыр түрінде жауады деп күтілуде. Тұман, көктайғақ, желдің күшеюі елдің солтүстік жартысында жаяу бұрқасынмен күтіледі. Болжам бойынша ақпанның бірінші онкүндігінің басында елдің басым бөлігінде қар, бұрқасын, кезеңнің ортасында және соңында күтіледі делінген хабарламада. Ақпан айының басында оңтүстік облыстардың таулы аймақтарында кейде қатты қар жауады деп болжануда. Тұрақсыз ауа райы тұман, көктайғақ және желдің 15-28 метр секундқа дейін күшеюімен күтіледі. Республиканың батысында ақпан айының басында бірінші онкүндіктің ортасына қарай басым бөлігінде ауа температурасы жоғарылайды. Күндіз оң мәндерге дейін көтерілуі күтіледі. Солтүстік жартысында -3 +5 градусқа дейін, оңтүстігінде +5 +15 градусқа дейін. Ақпанның бірінші онкүндігінің соңында температуралық фонның кезекті төмендеуі солтүстік батыс жартысында, содан кейін елдің қалған аумағында болжанады. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егерде біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін бас көтерулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін.